Сәлем, қалайсыздар? Біз өткенде Мейрам киностудиясына кастингке қатысқан болатынбыз. Ол жерде бізді таңдап алды, яғни кастингтен өттік. Бізге хабарлама келді, кастингтен өтіңдер деп. Одан кейін бізді шақырды. Біз бардық, қабылдады, договорға қол қойып, договормен келісім шартқа отырдық. Енді одан кейін бізді съемкіден алдын 3 күн сабақ болады екен. 3 күн сабаққа шақырды. Бұл екінші күннің сабағы. Бірінші күнді қызым түсіре алмаған. Мына қызымның өзінің түсіргені. Екінші күнгі сабақтан шығып келе жатқан түрі. Қасында көрші қыз бар. Көрші болғанда бізді көрші көшеде екен. Екеуі остановкаға келіп, осылай автобусқа мініп келе жатыр. Айтпақшы, осы автобус бізге 1 ай бұрын келген. Яғни комфорт, кәдімгі қалада жүретін автобус бүкіл бейнеуді қамтамасыз етіп отыр. Бұрын ондай жоқ еді, бізге 1 ай болды келгеніне, өте керемет. Қызымның аты Іңкәр. Мен қызым деп айтуға кішкене қысылам, себебі бұл әжесінің баласы. Менің үлкенім болғасын, әжесінің баласы. Үйге де жетті. Ал бұл екінші күнгі сабақтан шығып бара жатыр. Яғни апайы мороженый мен сок, сондай нәрселер алып берген екен. Енді остановкаға келіп, тағы да автобустарына мініп келе жатыр. Енді мен бұл қызды қызым деп айтуға қысыламын. Сіздерде де сондай бола ма, бар ма араларыңызда? Үлкен балдарыңызды ата әжесіне беріп, өзімнің қызым балам дей алмай жүргендеріңіз бар ма? Мен қызым деп айтуға қысылам, себебі әжесі кәдімгі иемденіп алған өзімнің қызым деп. Сосын әжесінің қызы деп айтамын. Қызым деп айтпаймын, әжесінің қызы деп айтамын. Атында көп айта бермеймін әжесінің көзінше. Сартай деп өзім ат қойғанмын, кішкентайынан Сартай деп шақырамын. Үйге де жетіп қалды. Остановкадан түсті. Бұйыртса, бізді съемкаға шақырады. Оны айтады қай күні болатынын. Бізге съемочный группа келу керек екен. Сол қай күнге жоспарлады, бәрін бізге алдын ала айтатын болады. Келесі күні съемкаға түсетін күні кездескенше, сау болыңыздар.